أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرменді мұхтарам мұсылман жамағат, Алла тағалаға мақтаулар, ардақты пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын. Барша мұсылман қауымының үлкен берекесі, қасиетті құрбан айт баршаларымызға құтты болсын. Осы құрбан айт күндері шалған құрбандықтарымызды, жасаған барша ізгі амалдарымызды Алла тағала қабыл етсін. Қадірменді жамағат, бүгінгі жұма уағызы жалпы мұсылман адамның бойында болу керекті болған маңызды бір сипаттың бірі екен. Ол не дейтін болсақ, мына адам баласы жаман ойдан сақтану және де жақсы ой ойлау. Өйткені қасиетті Құранда аят бар. Я айюхаллазина аману джтанибу касиран миназзон инна ба'даззонни исм деп келетін. Уа иман келтіргендер, көп ойдан сақтаныңдар, расында кейбір ойлар күнә дейді. Бұл жерде кейбір ойлар деген, яғни бір адам туралы негізсіз жаман ойлау. Сіз оның жамандық жасағанын көзбен көрген жоқсыз, қолмен ұстап алған жоқсыз, бірақ негізсіз жаман ойлайсыз. Міне осы дінімізде тыйым салынған нәрсе екен. Егер білетін болсақ, осы аятты осылай деп басталғаннан кейін Алла тағала айтады: «Вала тажассасу вала яғтаб бa'дукум бa'да». Бір-бірлеріңнің сырларыңды тексермеңдер, және де бір-бірлеріңді ғайбаттамаңдар дейді. Бірақ бұдан бұрын не нәрсені айтып тұр Алла тағала? Яғни жаман ойдан сақтаныңдар. Өйткені қоғамдағы жалпы адам бір-бірінің сырын тексеруі, бір-бірін ғайбаттап қоғамда жамандауы, оның барлығы ең алдыменен осы жаман ойдан басталады екен ғой. Адамның бірінші ойы бөлінеді, ана адамға деген. Одан кейін жаман ой оны жек көруге алып барады. Одан кейін барып оның бір жамандығын іздей бастайды. Қандай кемшілігі бар екен. Одан кейін қоғамда біреулермен отырса, оны жаңағыдай жамандай бастайды. Оның бір жақсылығын көре алмайды, тек қана жамандығын көре бастайды, ғайбаттайды. Көрдіңіз ба? Сол үшін жаман ойды тыйғаннан кейін Алла тағала ары қарай сыр тексермеуді, одан кейін ғайбаттамауды біздерге бұйырып, ол нәрселерден керісінше тыйып жатыр. Сол үшін хадисте былай делінеді: иякумуззон. Сендер жаман ойдан сақтаныңдар. Фа инназзонна акзабул хадис. Өйткені жаман ой ол ең жаман сөз дейді. Қараңыз. Яғни біреу туралы жаман ойлап, жаман ой қалыптастырып қалған болса адамда, көп жағдайда оның жақсылығын қабылдай алмайды екен оның. Жақсылығын айтып жатса да жамандығын көріп тұратын адамдар бар. Алла сақтасын. Одан кейін осы хадисті айтқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Вала тахассасу вала таджассасу» дейді. Тура Құрандағыдай. Бір-бірлеріңді сырларын тексермеңдер, бір-бірлеріңдің қателіктеріңді іздемеңдер. «Вала танаджашу» бір-бірлеріңе баға көтермеңдер. «Вала тахасаду» бір-бірлеріңе көралмаушылық қылмаңдар. Бір бауырыңыз сізден асып кетіп жатса, көралмаушылық қылып іштен кию мұсылманға жараспайтын іс. Қайта керісінше сода болса екен. Қандай да бір бауырыңыз болмасын, я Алла, оның кәсібіне береке бер, отбасына береке бер, жақсылығын асыра көр. Осындай бір таза жүрекпен, сап жүрекпен бір-бірімізге деген қарым-қатынас болғанда ғана қоғамымыз ізгі болады екен. Өйткені бір мұсылман екінші бір мұсылманға жақсылық тілейтін болса, Алла тағала оның қасына бір өкілетті періштені жібереді.
ол ана бауырына әрбір жақсылық тілеген сайын періште де әмин, саған да сол болсын, саған да сол болсын деп дұға етеді дейді. Қараңыздар. Ал Шәкәрім бабамыз не дейді? Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше дейді екен ғой. Яғни біреудің жамандығын теріп жүрміз, бірақ ол жасап жатқан үшін біз жауап бермейміз ғой. Біз әркім өзінің жамандығы үшін жауап береді. Сіз оған жауапты емессіз. Өйткені соны, мысалы, бір ғалымның бір әдемі айтқаны бар. Қасиетті Құранда аят бар ғой, «Әлләзи жәмәә мәләу ва аддада» деп келеді. Сондай малды жақсы көріп, жүрегіменен соны жинаған, және де оны қайта-қайта санаған адамға нендей өкініш дейді. Яғни ол мал дүние жинау ол тыйым етілген нәрсе емес. Мал дүниеңіз болса, қоғамда қадіріңіз артады, жүзіңіз жарық болады, жақыныңызға, туысқаныңызға жақсылық жасайсыз, қоғамға көмектесесіз. Бірақ бүкіл өмірдің мәнісі сол мал дүние деп кету ол дұрыс нәрсе емес. Аллаға деген махаббатты мал дүниеге беріп жүру дұрыс емес. Сол бұл жерде ана кейбір адамдардың мал дүниеге деген ерекше сүйіспеншілігін айтып жатыр ғой. Яғни қайта-қайта санаған дейді. Яғни ол не деген сөз? Қана малды жақсы көреді. Ол ақшасын жаңадай тығып қойып, күнде санауы мүмкін, жаңа бір қосылып кеткендігі сияқты. Ол біледі оның санын, бірақ ананы санағаннан ләззаттанады ол. Сол ананың деген махаббатын сипаттап жатыр. Сонда қайта-қайта өзіңнің малын санаған адамның өзіне нендей өкініш деп жатыр дейді. Бірақ сен одан да жамансың дейді. Неге деген кезде сен басқа біреудің малын санайсың дейді ғой, қараңыз. Яғни бір жерде тамақ ішіп отырса да, сол ана кафедегі кәсіпкердің малын санап отыратындар бар. Тағыз қазір мұнша адам отырмыз, күнде мұнша адам келеді, күнде мұнша табады екен деген сияқты нәрсе. Көлік мініп жүрсе, мынанша тұрады мына көлігі деген. Яғни біреудің малын санауды жақсы көретін адамдар бар да. Ол сенің дүниеңе де, ахиретіңе де алып келер, ешқандай да пайдасы жоқ оның. Сол үшін адамның көңілінің тазалығы, басқаларға жақсылық ойлау, біреу бір іспен шұғылданып жатса, сол ісі жүріп кетсе екен, сода болып кетсе екен деген адамға міндетті түрде Алла Тағала береке береді. Өйткені жаңағы хадисте де келгендей, періште өкілетті оның қасына жіберіліп, әрбір мұсылман бауырына жақсылық тілеген сайын, әмин, саған да сол болсын деп тілейді дейді. Қараңыздар. Жалпы жаман ой деген кезде дінімізде тек қана мынау адам туралы жаман ой ғана емес, оның түрлері бар екен жаман ойдың. Қандай түрлері дейтін болсақ, мысалға ең бір жаман ойдың түрі ол жаратушы жайында жаман ойлау дейді. Алла сақтасын, бірақ адам қалай жаман ойлауы мүмкін жаратушы жайлы? Кейде кейбір адамдар білімсіздігі себепті басына бір қиындылық кеп қалса, Құдай осы мені ғана көріп қалды ма деп жатуы мүмкін. Бір қиындық түскенде, Құдай, саған не жазып едім, сонша маған осылай беретін деп жататын адамдар естиміз. Яғни әлі жаратушыны лайықты деңгейде ол тани алмаған деген сөз. Жаратушы деген кезде әрдайым адам баласы жаратушы жайында ең алдымен жақсы ойлау керек. Одан кейін жаңағыдай мысалға Ибрахим пайғамбар өзінің жұбайы менен баласын білесіздер, Хаджар анамыз менен ұлы Исмайылды Мекке жеріне Алланың әмірімен қалдырып кетеді. Яғни бұл Зәмзәм оқиғасының қиссасы ғой. Сонда теріс бұрылып кетіп бара жатқан кезде Хаджар анамыз, ей Ибрахим, мынандай ойпатты айдалада, елсіз, сусыз мекенде бізді қалай тастап кетіп бара жатырсың сен?
дейді ғой. Сол кезде тұрады да Хажар анамыз тағы да уа Ибрахим, жоқ әлде бұл Алланың әмірі ме деген кезде Ибрахим бұрылып, иә, бұл Алланың әмірі дейді. Сонда Хажар анамыздың жаратушы жайында жақсы ойын қараңыз, онда Алла бізді құр қалдырмайды дейді екен ғой. Алла бізді онда қор етпейді дейді. Яғни Алла жайында жақсы ойда. Сол үшін дұға еттік пе, шынайы көңілімізбен тілекте Алла менің дұғамды қабыл етеді деген жақсы ойда болайық. Адам өзінің болашағына байланысыз да, анау болып қалама, мынау болып қаламы деп күйзеліп өзін жеп жүруі мүмкін. Жоқ, Алла маған жақсылық береді. Яғни сіз Алла туралы жақсы ойлап жатсыз. Алла маған иншалла осы отбасыма береке береді. Кәсіп жасап жүрсіз бе, кәсібіме жақсылық береді. Әрдайым Алла жайында жақсы ойда болу деген сөз ол. Хадисте не дейді? Ана айында зонни абди бих дейді екен ғой. Пендем мен жайлы қалай ойлайтын болса дейді, мен оған тура солай қараймын дейді екен, қараңыз. Сонда Алла жайында жақсы ойда болу. Екінші, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам жайында жақсы ойда болу. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды танымағандықтан қоғамда пайғамбар туралы түрлі күдікті ойларды салғысы келетін небір сондай бір теріс пиғылды адамдарда кездеседі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға жасамаған түрлі айыптарын тағады. Ол Құранда да бар. Сол кездің өзінде сиқыршы, балгер, ақын деген сияқты жаңағыдай айыптар тағылған. Сонда пайғамбар деген кезде пайғамбар туралы Алланың ең сүйікті, адамдар арасынан таңдалған, Алланың ақиқатын жеткізуші пайғамбар туралы жақсы ойда болу. Мысалы, мұндай бір оқиға келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жұбайы Сафия анамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ихтикафта жатқан еді дейді. Сонда мен ол кісіні зиярат етіп бардым дейді. Сөйтіп жаңағы қайтар кезімде орнынан тұрып қайтып бара жатқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шығып мені кішкене шығарып салды дейді. Сонда түн ішінде кетіп бара жатқанымызды көріп, екі сахаба көріп қалды да жүрістерін тездетіп жүре бастады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам соны байқады да, "Уа адамдар, бұл сендердің аналарың менің жұбайым Сафия ғой" деп дауыстады дейді. Сонда олар да "Субханалла, Алла сақтасын, ей Алланың елшісі, біз сіз туралы жаман ойлаудан аулақпыз" деп айтты дейді. Яғни бұл жерден ғалымдарымыз көптеген пайдалар айтады. Соның мысалы бір-екеуін айтатын болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ана адамдардың, яғни Алланың елшісі өзі жайлы жаман ойға түсіп кетуінен оларды сақтап, мынау аналарың ғой деп айтып жатыр дейді. Екінші жағынан кейде болып қалады жағдайлар өмірде. Сіздің бір қылығыңызды көріп қалады, негізінде олай істейін деген жоқсыз. Бірақ адам сырт жағынан байқап, жаман ойлап қалатын сәттер болуы мүмкін. Сол кезде ана адамның жүрегіне шайтан жаман ой салмас үшін сіз оған дұрыс нәрсені хабар етіп жібергеніңіз дұрыс дейді. Негізі ол олай емес, ол былай болған. Өйткені ол да пенде ғой, жаңа шайтан азғырып, сіз туралы жаман ой салып жіберуі мүмкін оған. Сонда сіз жаңағыдай осындай еді, негізінде осындай деп айтып жібергеніңіз дұрыс. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағыдай көрсеткен сүннет амалы дейді. Үшінші, жаңағы айтқандай жаман ойдың түрі ол адамдар жайында жаман ойлау, қоғам жайында жаман ойлау. Бір адамды көрсе еш уақыт кейбір бар ондай адамдар. Отырып алып, анау мынандай, мынау мынандай, мынау сондай, басқа көбісі жоқ жаңағы. Бір әдемі бір дүние болып жатса да, жаңағыдай әлеуметтік желіде астына жақсы жағы емес, жаман жағын жазып кетіп жатады ғой жаңағы. Иса пайғамбардың кезінде Иса пайғамбар
хауари дейді, жаңағыдай сахабалар ғой, енді келе жатқан кезде алдарынан бір ит атып шықты дейді ғой жаңағы. Сонда енді барлығы құлшылықта жүрген адамдар біреу жеркеніп шығып, мына ит не деген сасық еді деген сөзді айтты дейді. Қасында тұрған біреуі мына иттің үсті не деген лас еді деген нәрсені айтты дейді біреуі. Біреуі тұрып, мына ит не деген жеркенішті еді деген сөз айтты дейді. Енді Иса пайғамбардың кезі келеді ғой, Иса пайғамбарға барлығы қалады. Не деген сөз айтады екен деген кезде, Иса пайғамбар тұрып, мына иттің тісі неткен әппақ еді деп айтқан дейді да. Бір адамның 99 жақсылығы болып, бір түйір жамандығы болса, сол жақсылықты сырып тастап, ана жамандығын көретін адамдар болады да, ол қоғамда жаңағыдай үлкен дерт деген сөз ол. Ол ана адамның жүрегіндегі проблемасы ол. Бірақ кейбір адамдар бар, қателігі болып тұрса да бірінші жақсылығын көре алатын. Пәленшені танисың ба? О, пәленше жақсы адам. Сен ананың баласысың ба? Әкең керемет мұндай адам еді. Сен Наймансың ба? О, Найман деген керемет бір ру. Бар ғой адамдар, яғни ақсақалдар керемет дана, жақсылығын көріп жатады жаңағы. Не ол адамның жүрегіндегі тазалықтың белгісі да. Сол үшін адам баласы кімде осындай, кейде мынау адамның тәнінде дерттер болады ғой. Бұл қотыр жара болса бірден байқаймыз. Бірақ мына рухани дерт болады адамның жүрегіндегі. Рухани дерт. Көр алмаушылық бар, тәкаппарлық бар, біреудің жақсылығына қуана алмайды. Отыра қалсаң тек қана жаңа негативный нәрселерді айтады, жаман нәрселерді, анау бүйтті, мынау сөйтті деген сияқты, қасынан шықсаң күйзеліп шығатын сондай адамдар болады. Ол мына тәннің дерті байқалады дейді ғалымдарымыз. Бірақ жүректің дертінің жамандығы адам өзі жүректің рухани дертіне түскендігін өзі білмейді дейді ол қоғамда. Бірақ тәннің дертіне дәрі жағасыз, емдейсіз деген сияқты, мынау жүректің дертті емделу керек. Ол жаңағы нәрсенің зияны, қандай дерт бар ол жүректің. Тәкаппар адам біреу. Кезінде дүниесі болмады, қолының қалтасына сәл дүние бітіп, ана бұрынғы отырған адамдармен отыра алмайды ол жаңағы. Ол мұрнын ұшымен қарауы мүмкін. Дәрежесі өсіп кеткен, не тәкаппарлық. Ол өзі де білмейді оның ауырып жүргенін. Жаңа айтқандай көре алмайтын адам, бірге жүрген досы бір сәл өсіп кетті, жақсы болып кетті, ісі жүріп кетті, отбасы жақсы болып кетті. Жақсылығын айта алмайды ананың. Ол дерт ол қоғамдағы. Сол үшін адамның денесінде бір кесек ет бар дейді ғой. Ол дұрыс болса, бүкіл ісі дұрыс болады. Ол бұзылса, бүкіл ісі бұзылады. Ол жүрек емес па дейді ғой. Енді бұл қалай емдейміз, қалай арылалады адам баласы? Осындай бір жаман ойда жүрген адам, анау туралы, мынау туралы деген кезде, исламда ғалымдар бірнеше нәрсені айтқан. Ең бірінші ол жаман ой, әрине ол шайтанның азғыруымен болады ғой. Ол адам шынымен жүрегіменен үңіліп, «Аузу биллахи минаш шайтанир ражим», қуылған шайтаннан Аллаға сыйынамын деген нәрсені, яғни шайтанның азғыруынан сақта, еріп кеткен болсам одан сақта деп Алладан шынайы жүрегіменен дұға етіп сұрау керек дейді ғой. Біз пенде өзіміз әлсізбіз ғой. Біз Алланың пәрменімен, жәрдемімен ғана күшті болуымыз мүмкін. Сол үшін кез келген бір істе дұрыс, Алла күш қуат берді бізге. Бірақ өзім жеттім, өзімнің арқам дегеннен аулақпыз. Алла бізге күш қуат бермесе, тауфиқ бермесе, ақыл парасат бермесе еш нәрсеге жете алмаймыз. Сол үшін кез келген нәрсе ол Алланың қалауымен, Алладан жәрдем сұрау деген нәрсе. Дененің дертімен ауырсақ та Алладан шипа сұраймыз, одан кейін дәріні себеп деп қабылдаймыз ғой біз. Мына рухани дертті емдемес бұрын Алладан жәрдем сұраймыз. Содан кейін ана жаман ойлап жатқан адамыңыз бар ғой, соның орнына өзіңізді қойып көру дейді. Қалай болады екен? Қасиетті Құранда ифк оқиғасы дейтін оқиға бар.
Ол қандай оқиға деген кезде, мүміндердің анасы Айша анамыз туралы сол кездегі мұнафиқтар жаман пікір таратқан. Сонда соншалықты сенімді айтқан ана нәрсені көріп, өздері көзімен көргендей, кейбір мүміндердің өзі сеніп қалған ғой. Сонда қасиетті Құранда аят бар: «Лаула из сами'тумуху». Шіркін-ай, сондай өсек сөздер айтылып жатқан кезде дейді, «Зоннал му'минуна вал му'минату би анфусихим хайра». Соны естіп жатқан мүмін ерлер мен мүмін әйелдер өздері жайында жақсы ойлағанда еді дейді. «Вақалу хаза ифкун мубин». Және де бұл айтылып жатқан ашық бір жала ғой деп айтқанда еді дейді. Қараңыз, бұл жерде неге өздері жайында жақсы ойлау керек еді дейді. Өйткені бүкіл мұсылманның барлығы бір дене сияқты дейді хадисте. Сіз бір мұсылманды сыртынан жамандауыңыз, өзіңізді өзіңіз жамандауыңыз деген сөз. Яғни осыны айтып жатыр аят. Және де дәлелсіз біреуді айтып жатқан кезде бұл жала ғой деп айтпадым еді дейді. Өйткені Құранда тағы аят бар: сендерге бір пасық адам ақпарат алып келген кезде дейді, оны тексеріп алмай сенбеңдер дейді. Қазақта не дейді? Естігенің өтірік болар, көргеніңді айт дейді. Анау бір әйтеуір бір естіген нәрсесін сізге айтты, бүйтіпті, пәленше деген сияқты. Сіз оны көрген жоқсыз, қолмен ұстаған жоқсыз, сіз барып біреуге тараттыңыз. Яғни қоғамда осындай өтіріктің айтылуына себепші болғандықтан сіз де соның күнәсін арқалайсыз. Алла сақтасын. Содан кейін айтылған сөзден жақсы мағына іздеу. Мына ғалымдарда бар: бауырыңнан бір айыпты байқасаң дейді, оған 70 түрлі ақтау ізде дейді ғой. Мүмкін бүйткен шығар, мүмкін мынандай себеппен солай болып қалған шығар. Егер де 70 түрлі ақтауды қабыл ете алмасаң, онда өзіңнің жүрегіңді айыпта дейді екен. Не деген қатайған жүрек едің деген нәрседе. Мына имам Шафиғидің сөзімен уағызымызды аяқтайық. Былай дейді екен: Алла ол кісіні рахым алсын. Кімде-кім өз өмірінің соңы жақсылықпенен аяқталғанын қаласа дейді, ол адам өзгелер жайында әрдайым жақсы ойда болсын деген екен ғой. Ананы былай деп жамандайды, мынаны былай деп жамандайды, анау туралы мындай жаман ойлайды. Бірақ оның келіп кетер пайдасы жоқ қой бізге. Біздің өміріміздің соңы қандай болатыны бір Аллаға ғана мәлім. Иманмен өтеміз бе, жоқ әлде жағдайымыз басқа бола ма? Сол үшін де бір қарыс қалғанша біреу жәннаттықтардың амалын жасайды, өмірінің соңында тозақтықтардың амалын жасап тозаққа кіреді деген. Бір адам бір қарыс қалғанша тозақтықтардың амалын жасайды, өмірінің соңында жәннаттықтардың амалын жасайды да ол адам жәннатқа кіреді дейтін хадис бар. Сол үшін көптеген ғалымдардың дұғасында өмірімнің соңында иманмен өтуді нәсіп ет деп тілейді екен ғой. Яғни біздің өміріміз қандай болатындығын ешкім гарантия бере алмайды. Әркім өзін ойласын деп тұр ғой. Алла береке жақсылығын берсін, қоғамымызға ізгілік берсін, жүректерімізді түрлі сондай рухани дерттерден сақтасын, береке бірлігімізді арттырып, айттан айтқа, жақсылықтан жақсылыққа баршамыз амандықта жетуді жазғай. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирук ва натубу илейк, бирахматика я архамар рахимин. Алла.